Шаһарда халық есепшісі акциясы жұмысын бастады. Қазақстан Республикасының қаржы министрлігінің бастамасымен жеке кәсіпкерлер мен шағын бизнес субъектілеріне арналған акция кәсіпкерлерге салық, есеп-қисап және қаржылық есептілікке қатысты өзекті мәселелер бойынша кеңес беруге бағытталған. Елімізде халық бухгалтер акциясы 5 қаңтардан 30 маусымға дейін өтеді. Шаһарда бүгін бастау алды. Жеке кәсіпкерлер мен шағын бизнес өкілдеріне салық, есеп-қисап және қаржылық есептілікке қатысты өзекті мәселелер бойынша тегін кеңес беруге бағытталған. Кеңес алушылар өздерін толғандырған сұрақтарға мамандардан жауап ала алады. 26 жылғы 5 қаңтардан бастап халық бухгалтері акциясы басталды. Қазақстан Республикасының жеке кәсіпкерлер мен шағын бизнес субъектілеріне арналған халық бухгалтер акциясы іске қосылды. Өткізу мерзімі 26 жылғы 5 қаңтар мен 30 маусым аралығы. Бухгалтерлер, аудиторлар және мемлекеттік органдардың қызметкерлері кәсіпкерлерге заңдарды түсіндіруге және практикалық нұсқаулар беруге көмектеседі. Мамандар салық есептілігін дұрыс тапсыру, қателіктерді болдырмау және бизнес жүргізудегі құқықтық сауаттылықты арттыру мәселелеріне ерекше көңіл бөлуде. Қандай көмек көрсетіледі? Келесі мәселелер бойынша түсінікті әрі практикалық кеңестер беріледі. Бухгалтерлік есеп, салықтық есептілік және де ақпараттық жүйелерде жұмыс істеу. Кеңес беру кестесі 26 жылғы қаңтар және ақпан аптасына 3 рет дүйсенбі, сәрсенбі, жұма сағат 10:00-ден 13:00 уақыт аралығында. 26 жылғы наурыздан бастап аптасына 2 рет. Кеңес берушілер, кәсіби бухгалтерлер мен аудиторлар, бухгалтерлік қауымдастықтардың өкілдері және де заңнама нормаларын түсіндіру үшін мемлекеттік кірістер органдарының тәжірибелі қызметкерлері. Акция аясында көрсетілген кеңестер кәсіпкерлердің қаржылық тәртібін қалыптастырып, бизнесін заң аясында тұрақты қалыптастыруға мүмкіндік береді.